Тыңдарма балалар, ана тіл сабағымызды бастаймыз. 30-шы сабақ. Сабақтың тақырыбы әліпби. Бірінші жаттығуға қараймыз. Өлеңді түсініп оқы. Әліпби. Әліпбиді біліңдер. Онда жүйе қалып бар. Біздің қазақ тілінде 42 әріп бар. Әліпбидің басында А командир тұрады. Басқалары қасында әріп сапын құрады. Ермек өте тілеуұлы. Әліпби деген не балалар? Әліпби деген қазақ тіліндегі әріптер орналасқан реті. Және әліпбиде әріптің аты аталып, орын реті белгіленеді. Қазақ әліпбиінде балалар барлығымыз білеміз, 42 әріп бар. Жаңа өлең жолдарында айтып өткенде, әліпбиді біліңдер, онда жүйе қалып бар дейді. Онда жүйе қалып бар деген, яғни әріптердің өз жүйесі, өз реті бойынша орналасуын айтады екен. Және де біздің қазақ тілінде балалар бәріміз білеміз, қанша әріп бар? 42 әріп бар. Қазақ әліпбиінде 42 әріп бар. Және де әліпбиде әріптің аты аталып, орын ретімен белгіленеді. Екінші жаттығуға қараймыз, әріптерді оқы дейді. Бізге баспа түрі, жазба түрі және әріптердің аты, әріптердің аталуы көрсетілген кесте бойынша. Енді әріптерді оқып көрейік. А, Ә, Б, В, Г, Ғ, Д, Е, Ё, Ж, З, И, қысқа И, К, Қ, Л, М, Н, Ң, О, Ö, П, Р, С, Т, У, О, Ö, Ф, Х, Х, Ц, Ч, Ш, Щ. Айыру белгісі Ә, жіңішкелік белгісі Ю, Я. Үшінші жаттығуға қараймыз. Бізге сөздерді тауып, оларды әліпби ретімен жаз деді. Мына суреттерге қарап, сөздерді тауып, және осы сөздерді табу арқылы оларды әліпби реті бойынша жазып шығайық. Жұлдыз, мына бірінші суретте көріп тұрмыз. Ша, жұлдыз, ша. Ай, жан. Балық, шы. Тау, ық. Алтын, қа, сық. Мына қ әрпіне асықтың суреті тұр, қасық. Енді осы сөздерді әліпби ретімен жазайық. Ең бірінші А әрпінен басталған сөздерді жазамыз. Айжан, алтын, балықшы, жұлдызша, қасық, тауық. Міне балалар, дәптерімізді ашып, көркем әдемі етіп, осы сөздерді дәптерімізге оқыпты, көркем етіп жазып алайық. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.